Мен Қызылорда өңірінің тумасымын. Жастайымнан әкемнің анасының қолында өстім. Әжемнің бауырына басқан немересі едім. Өсе келе әке-шешем ауданға көшеміз, сені өзімізбен ала кетеміз деп ата-анаммен ауданға көшіп келдік. Ол кезде 9 сыныпты бітірген едім. Жаңа мектепке үйренісе алмай 9 сыныптан кейін оқымай қойдым. Мұныма әкем біраз ашуланып, 11 сыныпты аяқтамасаң жоғары оқу орнына түсірмеймін деді. Сонда да сол күйі 9 сыныптан кейін еш жерде оқымадым. Әжемнің қолында өскеннен кейін әке-шешем маған бір көкем мен тәтемдей еді. Мен үйдің үлкенімін, менен кейін сіңілім мен інім бар. Оқымағаннан кейін мен ақырындап майда-шүйде заттар сатып, сауда-саттықпен айналыса бастадым. Сондағым сағыз, шемішке, шоколад, Қытайдың неше түрлі жабыстырмалары, наклейкалары еді. Осылай жастайымнан жұмыс істеп, тиын-тебен тауып пысық болып өстім. Әке-шешеме ешқандай салмақ салмадым. Өз наным мен киімімді өзім тауып жүретінмін. Осылай жүріп бой жеттім. Анам менен кейінгі сіңілімді жоғары оқу орнына түсіріп оқытты. Ол медициналық білім алып шықты. Маман болып ауылға келіп жұмыс істеді. Кейін аудан жақтағы бір мейрамханада жұмыс істеп жүрген кезімде көрші ауылдың бір жігіті алып қашты. Танымайтын, білмейтін жігіт. Мені бір көріп сыныптасым арқылы танысып, сол күні алып қашып кетті. Жасым 30-ға таяп қалғаннан кейін қайтып кетуге елдің сөзінен ұялдым. Оның үстіне анам да қуғыншылардан не де болса пешенесіне жазғанын көреді, қалсын сол жерде деп айтып жіберіпті. Сөйтіп осылай тұрмысқа шықтым. Келген жерім бақуат жақсы екен. Ата-енем бауырлары да момын жақсы жандар еді. Бірақ күйеуім ақыл есі кемдеу секілді. Мінез құлқыда бір түрлі болатын. Сөйтіп онымен еш үйренісе алмадым. Екеуміз ерлі-зайыпты болып бір төсекте де жатпадық. Тіл табысып сөйлесе де алмадық. Мұнымызды атам байқап жүріпті. Осылай жүріп бір айға жетпестен мен ата-енеммен сөйлесіп, ұлдармен бірге тұра алмайтынымды айтып ажырасып кеттім. Атам өзі төркініме әкеліп тастады. Анам біраз сөйлеп алды. Бірақ кім не десе де мен ол жігітті көріп біліп, өз қалауыммен тұрмыс құрмағаннан кейін үйренісе алмадым. Қайтып келгеннен кейін және үйде отыра алмадым. Ешкімге салмақ салғым келмеді. Қайта сол баяғы мейрамханаға жұмысқа кірдім. Мейрамхана басшысы үлкен тәте болатын. Ол кісі мені жақсы көруші еді. Өйткені менің есебім әрқашан дұрыс шығатын. Жұмысты да тыңғылықты істейтінмін. Сөйтіп осы тәтемнің қолында істеп жүргенде бір жігітпен таныстым. Өзі көрші ауданда тұрады екен. Ақыл тоқтатқан. Өзім қатарлас, тұрақты жұмысы бар, салмақты жігіт екен. Екеуміз бір-бірімізді ұнатып кездесе бастадық. Телефон арқылы күнара хабарласып тұрамыз. Мен бұл жігітіме алдын тұрмыста болғанымды барлығын жасырмай айтып бердім. Жігітім бұл жағдайыма түсіністікпен қарады. Осылай жүріп маған үйленгісі келгенін айтты. Мен де ойланып отырмадым. Өзім де ұнатамын. Сөйтіп бірден келісімімді бердім. Жігітім осы кезде жаңа үй тұрғызып жатыр екен. Соны бітіре сала үйленеміз деді. Сөйтіп мені ертіп апарып үй ішімен таныстырды. Үйлерін көргенімде құлап қала жаздадым. Кішкентай сарай секілді. Ішіне кірсем еденде ескі киіз, алаша төсеулі. Үй іші бұлыңғыр, ыдыс-аяқ қап-қара. Іштей таңғалып жағамды ұстадым. Ал жігітім салып жатқан жаңа үйі сол аулада үлкендеу 3 бөлмелі времянка екен. Ешкімге ішкі таңғалысымды білдірмеуге тырыстым. Жігітімді бұлай тұрады деп ойламап едім. Әкесі бұрынырақ қайтыс болған екен. Үйінде анасы, сосын 2 күйеуден қайтып келген қарындасы және інісі бар екен. Барлығы момын, жақсы көрінді маған. Сөйтіп жігітім екеуміз тойға дайындала бастадық. Екінші болашақ күйеумен 2010 жылы агент желісінде танысып едік. Мен ол кезде жасым 30-ға таяп қалған болатын. Жігітім екеуміз бір-бірімізді ұнатқан соң, мен оның отбасылық жағдайына көз жұма қарадым. Өйткені ол да менің бір рет некеде болғаныма түсіністік танытып, мені шын жақсы көріп үйленемін деп тұрған соң үндемедім. Кейін қазан айында анасы менің әке-шешемнің алдынан өтіп, той күнін белгіледік. Тойға дейін жігітім де салып жатқан времянкасын бітіріп үлгеріпті. Мұнысына риза болып қуанып қалдым. Өйткені алдыңғы үйінде тұру мүмкін емес еді. Үй деуге де келмейтін еді. Жігітімнің де үйленбей жүргені осы екен. Үй жайы дұрыс болмаған соң, осы уақытқа дейін біраз жүріп қалған көрінеді. Жігітімнің жағдайын көрген соң, той қалай жасамақ екен деп ойлап едім. Сөйтсем өзі банкке барып тойға деп несиеге қомақты қаражат алыпты. Соны анасына апарып, осыны тойдың бар шығынына жеткізіңіз деген екен. Анасы марқұм әкесі жағының туыстарымен араласпайтын көрінеді.
тек өз төркінімен ғана араласады екен. Бірақ сол бір аулада кішкене әрірек әкесінің інісі тұрады екен. Сол кісі ғана анда-санда бас сұғып тұратын көрінеді. Сонымен өз көйлегімді өзім алып, құлағымдағы алтын сырғамды да беріп жібердім. Осыған ұқсас жүзік алсын, сөйтіп комплект секілді қылып тағып берсін дедім. Жігітімді аяп, соның абыройы үшін көп жағдайларға түсіністік танытуыма тура келді. Жігітім жақсы той жасап, ата-анам мен туыстарым риза болып қайтты. Тойдан кейін келіндік міндетіме кірісіп, отбасылық өмірім басталды. Кішкентай времянкада енем, біз күйеуіміз екеуміз және қарындасы мен інісі тұрып жаттық. Отбасында енем зейнетақы алады, сосын менің күйеуім ғана жұмыс істейді. Екеуміз үйленгеннен соң күйеуім банкомат карточкасын менің қолыма ұстатты. Айлық түскенде бірге барып алып тұрамыз деді. Мен жарайды дедім. Сөйтіп әр айдың соңында күйеуімнің айлығын барып аламыз. Айлығы сонда 44 мыңдай болатын. Соның 20 мыңын тойға деп алған несиені төлейміз де, қалған 20 мыңын енеме әкеліп ұстатамын. Содан қалған 4 мың теңгесіне мен күйеуіме неокрема деген құрғақ сүт болатын, соны және көбірек жұмыртқа және блокпен күйеуіме темекі алып қоямын. Өйткені күйеуім темір жолда ауыр жұмыс істейді. Таңертең тек нан мен қара шай ішеді. Темекіге үнемі жарымайды. Енемнен өз ақшасын өзі сұрап штуктап темекі алады. Осыны көріп оны қатты аяйтынмын. Сөйтіп таңертең ерте тұрғанда 1-2 жұмыртқа қуырып, құрғақ сүт қатқан шай беріп, жұмысқа шығарып салатынмын. Ал қайынсіңілім мен қайным үлкен болып үйде отыратын, жұмыс жасамайтын. Біз өз отбасымызда үйде бос отырмайтынбыз. Үй шаруасын істейміз, одан қалсын жұмыс жасап ата-анамызға болысамыз. Маған бұл өте ерсі көрінді. Осылай жүргенімізде 2-3 ай өткен соң қайынсіңілім, сен келмей жатып ағамның бар айлығын ұстайтын болдың. Екеуің тығылып тәтті тамақ жейсіңдер, деп ұрыс шығарды. Мен бірдеме дейін деп түсіндірмек болып едім, мына жақтан енем шықты. Баламның айлығынан жасырып, өзің көп ақшаны жырымдап алып қаласың, оны төркініңе беріп жатырсың ба? Деп мен не дерімді білмей бөлмеме барып қыстығып жылап қалдым. Сөйтсем, енем мені өзіндей көріп сөйлеп жатқан екен. Марқұм қайын атам момын, өте жақсы кісі болған екен. Ол да темір жолда істеген екен. Бір тапқанын енеме ұстататын болыпты. Ал енем барын төркініне беріп отырады екен. Сол үшін үй салмаған, не дүние жинамаған секілді. Қайынсіңілім де анандай адуын мінезінен екі күйеуге тиіп сыйыспай қайта келіп отырған түрі екен. Мен келін болып түскенімде сол аулада тұратын қайын атамның туыстары осы келінді сыйдырса жақсы ғой деген екен. Мұның барлығын сол үйдегі үлкен абысын болатын ападан естіп едім. Сөйтіп сол күннен кейін енем мен қайынсіңілім отырсам опақ, тұрсам сөпақ қылып тиісе берді. Олардың мұнысын бір күні күйеуім де байқап, үй ішіндегілерімен қатты ұрсып қалдық. Сөйтіп мен күйеуіме бұл үйде енелеріммен бірге тұра алмаймын деп жылап едім. Күйеуім, сен біраз күн төркініңе барып демала тұр, мен бұл мәселені бір жақта қылып, сосын сені қайтып алып кетемін деп келісіп мені төркініме әкеліп тастады. Үйге келген соң анама бар жағдайды айтып түсіндірдім. Анам күйеуіңе сен, өзі ойланып, мұны бір жағына шығарар деді. Сөйтіп арада 10 шақты күн өткеннен кейін айлығын алып артымнан күйеуім келді. Сөйтсем, есік алдындағы ескі үйге жөндеу жұмыстарын жүргізіп, сылап, ақтап қойыпты. Мені алып сол ескі үйге барып бөлек тұрамыз дейді. Мен амал жоқ көнуіме тура келді. Содан қайта барып ескі үйге кірдік. Мен жасауымның барлығын времянкадан қайта көшіріп алдым. Сөйтіп бөлек шыққанымызбен бір аулада тұрып жаттық. Бір күні үйге жарты жыл төленбеген Светтің квитанциясы келді. Ақшасы 8 мыңнан асып кетіпті. Светтің счетчигі біздің үйде болатын. Времянкаға да осы ескі үйден жалғанып тұратын. Енем Светтің ақшасын төлеңдер деп бізге ұрысты. Сөйтіп Свет үшін біз ұрысып қалдық. Енем мені төркініне жаманатты қылып хабарласыпты. Сөйтсе, ол жақтағылар балаңның жұмысына, бастығына барып айт, ұлыңды жұмыстан шығарып жіберсін. Сонда екеуі күндерін көре алмай, ажырасып, ұлың қайта қолыңа келіп отырады деп ақыл айтыпты. Өйткені енем алдын күйеуімнің бар айлығын алып өз білгенше жұмсап жүреді екен. Маған үйленгелі айлықтан аз ақша тиіп, одан кейін біз бөлек шыққан соң күйеуім тіпті айлығын бермейтін болды. Екеуміз жас отбасымыз, тойдың кредитін төлейміз, қалғанына бір ай өмір сүруіміз керек. Міне, осыған енем ашуланып төркіннің ақылын тыңдап, күйеуімнің жұмысына барып үлкен бастығына кіріп сөйлесіп шығыпты. Балам үйленгелі өзгеріп кетті, үйге ешқандай табыс әкелмейді, бар тапқанын ішеді,
жұмыстан шығарып жіберіңіз депті. Мұны маған сол күйеуімнің орынбасарының әйелі хабарласып, енең қандай адам өзі, елдер осындай жерге жұмысқа тұра алмай жатса, енең баламды жұмыстан шығар деп үлкен бастыққа келіп айтып кетіпті дегенде өз құлағыма өзім сенбедім. Сұмдық, енді күйеуімді жұмыстан шығарып жіберсе несиені қалай төлейміз, қалай күн көреміз деп жүйкем жұқарып уксус ішіп қойдым. Күйеуім дереу жедел жәрдем шақырып милиция келіп менің не үшін өзіме қол жұмсамақ болғанымды тергеді. Сөйтіп болған жайдың барлығына қанық болып, енеме барып ескерту жасап кетті. Содан кейін біз біраз тынышталдық. Күйеуімді ешкім жұмыстан шығарған жоқ. Күйеуім рас ішетін, бірақ бар тапқанын ішіп, мені ұрып-соғып, ұрыс-керіс шығармайтын, жұмыс жасамай салынып ішпейтін. Анда-санда шаршағанда ащы судан ұрттайтыны бар еді, бірақ ешкімге зияны жоқ. Келіп жатып ұйықтап қалатын. Соңғы жағдайдан кейін арада біраз күн өткеннен кейін аяғым ауыр екенін білдім. Осы кезеңде өзімді жайсыз сезіне бастадым. Басым ауыра беретін болды. Денем ауырлап, дел-сал болып жүретін болдым. Ештемеге зауқым соқпай, күйеуімді көрсем жын көргендей болып ұрысқым келіп тұратын. Мұндай жай күйімді аяғым ауырлығымен байланыстырып едім. Сөйтсем денсаулығым мен көңіл күйім мүлде басқа, белгісіз жайттың әсерінен екен. Мұны кейін біліп төбе шашым тік тұрды.